Егеу құйрықтар. Кез келген дерлік тіпті ең экстремалды жағдайда да аман қалатын айлакер, ақылды және таңғаларлық табанды тіршілік иелері. Кез келген қалада егеу құйрықтардың популяциясы өте көп. Өйткені адамдардың қасында егеу құйрықтар үшін жабайы табиғатқа қарағанда тамақ пен жылу табу оңайырақ. Өкінішке орай жабайы егеу құйрықтар әртүрлі аурулардың тасымалдаушысы болып табылады. Бұл көптеген адамдардың оларға деген дұшпандық көзқарасының себебі. Егеу құйрықтар тіршілік иелері өте әлеуметтік. Олар әрқашан пакеттерде тұрады. Сәндік егеу құйрықтарды да жалғыз ұстауға болмайды. Олар өз түрімен араласпай-ақ сағыныштан құрып кетеді. Егеу құйрықтар өте ақылды және қажет болса, оларды оңай үйретуге болады. Тұтқында егеу құйрықтар орта есеппен 2 жыл өмір сүреді. Қалауы бойынша 2 есе көп. Егеу құйрықтардың болашақ оқиғаларды болжай білу қабілеті әлі күнге дейін жұмбақ. Мысалы, егеу құйрықтар бомба сияқты қаруды сынау алдында әскери полигондарды жаппай тастап кетеді. Егеу құйрықтар ауру және әрекетсіз туыстарына тамақ әкеліп, оларды аштықтан құтқарып, денелерінің жылуымен жылытады. Егеу құйрық жер бетінде қазіргі адам ата-бабаларынан 47-48 миллион жыл бұрын пайда болған. Әлемде адамдардан шамамен 2 есе көп егеу құйрықтар бар. Кейбір елдерде, мысалы Вьетнамда, егеу құйрықты тамақ ретінде жейді. Ашуландырмаңыз. Ашуына тисеңіз, егеу құйрық 2 метр биіктікке секіре алады. Егеу құйрықтың жүрегі минутына 500 соққыға дейін соғады. Яғни адамнан шамамен 10 есе жылдамырақ. Олар керемет жүзушілер. Ресми рекорд: егеу құйрық үзіліссіз жүзген 29 шақырым. Егеу құйрық 3 күнге дейін жүзіп төзімділік ғажайыптарын көрсетеді. Танымал сенімге қарамастан, бұл жануар өте таза. Олар сирек тазалайтын жалғыз дене мүшесі қабыршақты құйрық. Егеу құйрықтардың өздері инфекцияны тасымалдамайды. Мұны бүргелер мен олардың жүнінде тұратын басқа да ұсақ паразиттер жасайды. Олар да адамдар сияқты күлуді біледі. Егеу құйрық бір күнде 50 шақырымға дейін жүре алады. Егеу құйрықтар дірілдеп сөйлеседі. Айтпақшы, олар бір-бірін жақсы түсінеді, бірақ көбінесе олар адам құлағы ести алмайтын ультрадыбыстық жұлдыру ысқырығы арқылы бір-бірімен байланысады. Сусыз бұл жануар жер бетіндегі кез келген басқа сүтқоректілерге қарағанда ұзағырақ өмір сүреді. Егеу құйрық жылына 10-12 килограмм тамақ тұтынады. Олар адамдар сияқты армандайды. Егеу құйрықтың интеллект деңгейі мысыққа қарағанда жоғары. Орта ғасырда еуропалық епископтардың бірі бүкіл егеу құйрықтар нәсілін шіркеуден шығаруды бұйырады. Ең бастысы, достар, адамдар арасындағы крысалардан аман болайық.